Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бәрінің сүйікті тағамы етті бәлішті 30 минутта пісіріп дайындаймыз. Пирогтың қамыры өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Дәмі тіл үйіреді. Пирогтың құрамын видеоның астына описанияға жазып қоямын. Ең алдымен етімізді ұсақтап, 4 бұрышты қылып турап аламыз. Егер етті турағыларыңыз келмесе, дайын фаршты да қолдансаңыздар болады. Дайын болған етімізді табағымызға салып, пиязды да ұсақтап тураймыз. Пияздың көлемін өте ұсақ қылдырып турағандарыңыз өте дұрыс, себебі еттің араласқан кезде екеуі жақсы дәм беріп, бір-бірімен жақсы үйлеседі. Дайын болған пиязымызды туралған етіміздің үстіне салып, жақсылап қасықпенен араластырамыз. Дайындап қойылған аршылған картобымызды турауға кірісеміз. Картопты да міндетті түрде ұсақтап, төртбұрыштылап турау керек. Туралған картопты етіміз бен пиязымыздың үстіне саламыз. Дәміне қарай тұзы мен бұрышын саламыз. Уақытты үнемдеу мақсатында мен осы қамырды пайдаландым. Бұл қамырды кез келген дүкеннен ала аласыздар. Бағасы қолжетімді. Қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Бірінші қамырын пирогтың астыңғы бетіне қолданамыз. Оқтауменен дөңгелек етіп жұқалап жаямыз. Форманы майлап, дайын болған қамырымызды жақсылап тегістеп жайып шығамыз.
турап қойған фаршымызды жақсылап араластырамыз. Бәрі біркелкі болып араласуы қажет. Дайындап қойған формамызға саламыз. Барлық туралған фаршты біркелкі етіп жайып шығамыз. Екінші бөлек қамырды алып, ноқтауменен жұқалап жайып шығамыз. Бұл пирогымыздың бетіне арналады. Дайын болған фаршымыздың үстіне екінші қамырды орналастырып, бетін әдемілеп жауып шығамыз. Пирогтың шеттерін өзіңіздің қалауыңызша әсемдеп өріп шықсаңыздар болады. Қамыр піскен кезде көтеріліп кетпеу үшін шанышқының көмегіменен осындай ұсақ тесіктер жасап шығамыз. Бір жұмыртқаны алып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Дайын болған жұмыртқалы массаны пирогымыздың бетіне жұқалап жағып шығамыз. Пирогты 180 градуста қызып тұрған пешке салып 30 минуттай пісіреміз. Пирогтың дайын болғанын ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар. Пирогтың қамыры өте жұмсақ, нәзік болып шығады, дәмі тіл үйіреді. Бұл пирогты жұмыстан келіп асыққан кезде балаларыңызға, отбасыңызға пісіріп берсеңіздер көп уақыттарыңызды алмайды. Дайындап көрулеріңізге кеңес етемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.